Кітап нөмір 166 Қайыртай Қажығұлұлы мен Аманғазы Шегіровтің «Бабалар салған сара жол» атты шежірелі жаңағы өлеңдер жинағы бар. Сондай бір кітабын оқып шықтық. 166 беттен 171 беттен тұрады. Енді негізі бұл кітап маған тікелей қатысы бар. Өйткені менің тікелей жетінші атамның жаңағы одан арғы аталарымыздың тарихы қамтылған. Жалпы мына кітаптың өзі 2017 жылы жарық көрген. Негізі бұл кітаптың бастамасы біздің бірәлі бабамыздың кесенесін тұрғызу барысында жаңағы төңірегінде қозғалған. Негізі 2016 жылы 21 ақпан күні осы Қайыртай атамыздың үйінде осы бірәлі бабамыздың ұрпақтары жиналып бас қосып осы кесенесін көтеру туралы сөз болған. Соның ішінде кіші жаңағы қатысушы болып мен барғам. Ол кезде 4-ші курс студенті болдым. Сонымен сол жаңағы іс-шара қолға алынып, Қайыртай абызымыздың бастауымен 2016 жылы 16 шілдеде осы Аягөзден 104 шақырым жерде орналасқан бірәлі бабамыздың басы құлпытасы қойылып, үлкен жаңағы кесенесі салынған болатын. Ас берілген, сол жақта көптеген іс-шаралар өткізілген болатын. Сол кездегі осы болған оқиғаларды, жалпы неден басталған, оның тауқыметін осы көтерген Қайыртай абызымыз, осы Аманғазы ағаларымыздың жасаған еңбектері осы кітапта қалған екен. Негізі 2017 жылы бұл кітап жарық көреді. 4-ші айда бұл кітапты, 5-ші айда тіпті маған Айтқазы шөбересі Серік Қажығалиұлына деп автор қолын қойып бұл кітапты маған тапсырып берген екен. Және сол жылы жазда бұл кісі о дүниеге қайтқан. Сол жылы қайтыс болардың алдындағы қалдырып кеткен өшпес мұрасы болып табылады. Ол кісіге көптен көп рахмет айтамыз. Осындай тарихи мәліметтерді біздей ұрпаққа, болашаққа қалдырып кеткендігі біздерге өте үлкен қалған асыл мұра болып табылады. Енді жалпы көптеген тарихи мәліметтер бар. Ішінде кейбірлерін айтып кетейін деп отырмын. Мәселен, Аягөз аудан болып 1928 жылы құрылған екен. Алғашында Алматы губерниясына бағынатын Лепсі өзіне қараған екен. Аягөз ежелден өзен аты Тарбағатай тауының теріскей бетіндегі ең биік шыңы Өкпетінің бауырынан бастау алады. Тіпті осы Аягөздің тарихы осылай деп қалдырып кеткен екен. Сол секілді мынау тарих туралы бірнеше кісілердің жақсы ойларын жазыпты. Атамыз: өмірде тарих билеушінің қас-қабағына қарап бұрмаланып жазылатын шындық. Оны бәріміз де мойындайтын кез келді. Кезінде ағылшынның атақты премьері Уинстон Черчилльден сіз тарихты қалай түсінесіз деп сұрағанда, ол тарих жалған, өйткені оны тарихшылар жазады, ал нағыз тарих әріп арасында қалып қояды деп жауап берген екен дейді. Тамаша пікір. Жалпы шынында да тарихтың бұрмаланған тұстары өте көп болады. Әсіресе басқа елге бодан болған кезде тарихты сол елдің тарихшылар жазуы заңдылық жазған. Енді мынау негізі Қабанбай Батырдың елі, біздің еліміз Қаракерей ата-бабалары есіл нұрадан, арқадан келгенін әлі күнге білетіндер баршылық. Аягөзде тұрған шежіреші сүйегі мұрын Зейнолла Сығаевтың айтуынша, Қабанбайдың ұлы бабасы Байыстың қыстауы Ордың Қарағашының алдындағы Қазаншұңқыр деген жерде дейді. Одан шығысқа тік жүргенде бір күндік Жалтыркөл деген жерде күзеу болған. Сол сияқты Байыстың ұлы Сарымырзадан туатын Жолымбеттің зираты да есіл нұра деп жазған еді дейді. Осы көш жөнінде профессор Тұрсын Жұртбаев наймандардың сырдан арқаға қоныстануы 400 жылдай уақытты алып жатқан оқиға дейді, деп көрсете келе өзінің арғы бабасы Қаракерей Қабанбайдың атасы Байжігіттің Есіл мен Нұра бойында туып үйленгенін жазады дейді. Яғни біздің
ата бабаларымыз сол есіл мен нұрада туып өскен екен, және жалпы осы арқаға сырдан көшіп келген екен, сыр бойынан. Сол секілді көптеген тарихи мәліметтер бар. Енді ол оқып танысқан кісілерге жақсы болар еді, бірақ мына жерде бір айтып кететін бір қызықты дерекпен таныс болдым. Қолжазба иесі Құсайынов Ерік Қалшыкенұлы екен, 103-ші бетте сол кісінің әкесі туралы жазады. Сол кісінің әкесі 1939 жылы 28 қыркүйекте әскерге шақырылып, жаңағы алдымен Ташкент қаласында Алтай әуе қорғанысы зенитный артиллериясында дайындық курсын өтіп, аздан соң Түркменстанның Марғи қаласының маңында Ауғанстан шекарасына таяу жерде болған 1940 жылы қаңтарда партияға және КПСС-ке мүшелікке өткен. Содан ол кісі әскер мерзімі аяқталып қайтуға айналғанда, дейді, 1941 жылы 22 маусымда Ұлы Отан соғысы басталып, Марғидан эшелонмен Мәскеуге әрі қарай тікелей майдан даласына аттаныпты, дейді. Содан қараңыз, соғыс кезінде әуе нысандарын жоюшы артиллерияның құрамында алдымен көздеуші, кейіннен орудие командирі болып, Курск доғасында Западный фронт, Брянский фронт, Калининградский фронт, Ленинградский фронт, Забайкальский фронт, Приморский фронт, Второй Прибалтийский фронт соғыстарына қатысқан, дейді. Көптеген қиыншылықтарға төзе жүріп, Еуропаның бірсыпыра жерін аралаған, әскери қызметін мейлінше жауапкершілікпен атқарған, отан қорғау ісінде көрсеткен ерлігі мемлекет тарапынан бағаланып, бірнеше мәрте медальдарымен және 3-ші дәрежелі даңқ орденімен марапатталған. Соғысты Кенигсберг қаласында аяқтаған, қазір Калининград, әскери шені гвардия сержанты болатын. Герман соғысы аяқталған соң шығыстағы Жапон соғысына аттанған, Манчжурия шөл даласы кесіп өтіп, үлкен және кіші Хингант асуларынан асып, Квантон армиясы жеңіліске ұшырағанға дейін ұрыс даласында болған. Қытайдың Харбин, Порт-Артур, Порт-Дальний, қытайша атаулары басқаша қалаларында әскери қызметін жалғастырып, ауылға тек 1947 жылы ғана келіп, дейді. Қараңызшы не деген. 1939 жылы әскерге аттанып, 1947 жылға дейін барлық соғыстың қиыншылықтарын көріп, аман-есен ауылына оралған не деген. Жаңағы бір жағынан енді бақытты, бір жағынан жанкешті адам. Осындай да деректер бар екен. Сол секілді бұл кітапта осы Қайыртай атамыздың өлеңдері де бар. Ішінде атап өтетін Кешірімхан Бозтайұлына арналған өлеңі бар екен, және Герольд Бельгерге арналған өлеңі бар екен, және басқа да туған туыс жақын жұрағаттарға арналған естелік өлеңдері бар. Енді Қайыртай атамыздың жалпы соңғы мұрасы, соңғы аманаты осы кітабы. Сол кісінің жасаған істерін біздерге негізі міндет, ары қарай жалғастыру, әспеттеу. Жалпы бұл кісінің сіңірген еңбегі өте зор. Сол себепті бұл кісіге өте алғысымыз шексіз. Және осы кітап үшін де осы Қайыртай Қажыұлына, Шегіров Аманғазы Ахметқалиұлына да алғысымыз зор. Артынан қалған ұрпақ ретінде болашақ жаңағы осы Бірәлі бабамыздың болашағы ретінде бұл кісілерге айтатын алғысымыз өте көп. Енді келесі кітапқа өтейік. 167-ші кітабымыз Наполеон Хилл, байлыққа бастар жол ойдан басталады.